Бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу әрекетіміз балалар. Өрт қауіпсіздігі жайлы балалар білеміз ба? Айта ғой, көркем. Қатты айта ғой. 101-ге дұрыс айтасың, 101-ге. Ал балалар, ол өрт деген қайдан шығады білесіңдер ме? Өрт деген балалар, ол сіріңке. Бізге сіріңке ұстап, сіріңке жағуға болмайды. Сіріңке жаққан жағдайда балалар мүлдем сіріңкені ұстауға болмайды. Сіріңке дегенде үлкен ересек адамдар ғана ұстайды, иә балалар мүлдем ұстауға болмайды. Сіріңкені біз тұтатқан кезде сіріңкеден от шығады. Ол от жерге түсіп кетсе балалар, содан өрт пайда болады. Өрт болған жағдайда жай көркем айтты, 101 нөміріне қоңырау шалады екен, иә балалар. Ал балалар олай болса, қазір өрт сөндірушінің арнайы өзінің киімдері болады, арнайы көлігі болады. Онымен сендерге балалар, біздің әнеліміз қазір өзін таныстырып береді, иә балалар. Ал мұқият тыңдаңыз. Көлігі болады. Мына жері домалақ болады, көк түс. Арнайы киімі болады, шапкасы болады, жыртысы айна болады, көзін сақтайды, дұрыс айтасың, иә? Сосын тағы несі болады? Көрсеткен ғой, тағы не? Ол не? Балалар тыңдаймыз. Ол не анекқа арнайы? Арнайы беретін Балон. балон. Өте керемет. Бері қарай. Сендермен жаңа түсінікті болуы деп ойлаймын, иә? Әне арнайы өрт сөндірушінің көлігін, арнайы киімдерін таныстырды, иә балалар, түсінікті ғой? Қазір біз сендермен арнайы осы өрт сөндірушіге байланысты арнайы ойындар ойнаймыз, иә балалар? Өрт болған жағдайда өртті қалай сөндіреміз? Немен сөндіреміз балалар өрт болған жағдайда өртті? Немен сөндіреміз? Айтыңдаршы? Немен сөндіреміз? Айтыңдаршы балалар? Өрт болған жағдайда өртті немен сөндіреді балалар? Немен сөндіреді? Қараңдаршы? Кім айтады? Сумен, дұрыс айтасыңдар балалар, өртті арнайы осы сумен сөндіреді екен, иә балалар? Ойында өртті сөндір деген ойын, иә балалар? Бұл жерде балалар міне өрт жанып жатқан жағдайда немен сөндіреміз? Сумен сөндіреміз. Қазір қолдарына су беріп